Баршаңызға сәлем. Бүгін сіздерге лимонниктің рецептісін жасап көрсетемін. Лимонды жақсы көретіндер үшін өте дәмді пирог. Видеоны соңына дейін көріп, каналыма тіркеліп, поделиться етіп қоюды ұмытпаңыздар. Ең алдымен лимондарымызды жуып тазалап, үстіне ыстық қайнап тұрған суды құйып, 15-20 минут қойып қоямыз. Бөлек ыдысымызға ұнымызды, жұмыртқамызды, ванилинімізді және де шекерімізді салып, жақсылап араластырамыз. Үстіне 2 ас қасық қаймағымызды саламыз. Қамырымызды жақсылап араластырғаннан кейін, бөлме температурасында тұрған сары майымызды және де қопсытқышымызды қосып, жақсылап қамыр илейміз. Қамырымызды 15-20 минут жарты сағаттай тоңазытқышта сақтаймыз. Енді лимондарымызды турап, оны блендерге саламыз. Арасына апельсин де қосып жіберсеңіздер болады. Блендерден өткеннен кейін осындай қоймалжың, қою сұйықтық пайда болады. Бұл сұйықтығымызға қантымызды саламыз және де жүгері крахмалын қосамыз. Біздің начинкамыз дайын. Енді қамырымызды 2 бөлікке бөліп аламыз. Астыңғы бөлігін үлкендеу, үстіңгі бөлігін аздап жіңішке қылып бөліп аласыздар. Формамызға орналастырып, үстіне начинкамызды құйып, және оның үстіне екінші бетін қаптайтын қамырымызды түрлі формада пішіндеп бетіне қоямыз. Біздің пирогымыз 180 градуста шамамен 40-50 минуттың көлемінде пісіп шығады. Бетін қант ұнтағымен сәндеп әсемдесеңіздер болады. Пирогымыз толық суығаннан кейін дастарханға ұсына беріңіздер. Пирог өте нәзік, жұмсақ, әрі лимон сүйер адамдар үшін өте дәмді десерт. Барлықтарыңызға ас болсын. Сіздермен болған Фариза Тілеулес.